Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ ет арнасының көрермендері. Қалдарыңыз қалай? Еш бала шағаларыңыз аман есен ба? Көңіл күйлеріңіз қалай? Рамазанның оразасы қалай өтіп жатыр? Ауа райы қалай? Ауа райы бізде жып-жылы, қар еріп жатыр. Жердің бәрі су. Мына жерде дамбыны ма бірдемені тесіп кеткен ғой деймін. Су алып жатыр. Потоп дейді ғой. Соны сіздерге видеоға түсіріп көрсетейін дегенім ғой. Енді Алла тағала тілсіз жаудан, апатынан сақтасын. Жанып тұрған отынан, осындай айтпай келетін судан, жер сілкінісінен Алла тағала баршамыз сақтасын деймін. Өйткені бұл өте қиын жағдай. Бұнымен ойнауға болмайды. Өйткені білесіздер, біздің Қазақстанда талай су апаттары болып, біраз ауылдарымызды су басып, малдың шығыны болды. Өте көп жағдайлар болды. Енді бізде Қарағандыда, Ұлытау облысында, Ұлытау емес, Жанарқа жақта. Өздеріңіз білесіздер, жаңалықтардан да көріп жатқан шығарсыздар. Қыстың күні жаңбыр жауып жұт болып, жылқылар тебіндей алмай, біразы қырылған болатын. Көп қырылық болды. Сондай апаттардан сақтасын Алла тағала. Ол да тілсіз жау айтпай келді. Жаңбыр жауды, мұз қатты. Біраз жылқылар қырылық болды. Сондықтан өзіміз малдың жанашыры болғандықтан, ол біз үшін өте бір қайғылы оқиға болды. Енді бүгінде бір келеңсіз оқиға болып отыр. Мынау дамбыны бұзып кеткен ғой деймін. Су ағып жатыр. Қиындау енді. Жақсы деп айта алмаймын. Енді ауылдық жерлерге көбісіне су кіретін болады. Сондықтан қиын. Енді мынау көріп тұстар ағыс пен аққаннан ар жаққа барады. Ол жақта өкінішке орай үйлер бар. Сол үйлерді су алып кетуі мүмкін. Мүмкін емес, алып кетеді су, Құдай сақтасын. Осында Алла тағала тілсіз жаудан сақтасын баршамызды. Енді ауа деген өте таза, керемет. Көктемнің бір шуақ күні. Осындай жағдай болып жатыр. Енді көмек қолын созып, көмектесеміз бұйыртса. Енді Алла сақтасын. Оңып тұрған дүние жоқ демекші. Міне судың ағысы да өте қатты. Міне көрмейсіздер ме? Әр жақтан ағып келіп жатыр. Негізі бұл жер су ағады ғой, бірақ бұл жерде бұндай қатты ақпау керек. Бұл су аққаннан ағып, ан жаққа барады. Ан жақта үйлері бар. Көріп тұрсыздар ма? Сондықтан бұл өте қиын. Алла сақтасын. Дұғада болыңыздар. Осындай бір су ағып жатыр. Алла жеңілдігін берсін.